Сәлем достар, бұл PHP курсының соңғы сабағы. Келесі сабақта біздер дерекқормен жұмыс істейміз. Осы сабақта біз MVC не екенін үйренеміз. Жалпы MVC деген не? Ол үш сөзден құралған қысқартылған сөздер. Біріншісі model, view, controller. Осындай ағылшын үш сөздерінен құралады. Model деп бағдарламаның бизнес логикасына жауап беретін жағын айтамыз. Ал view-ге интерфейсте көрінетін нәрселердің бәрін сол жаққа салады. Ал controller пайдаланушының әрекеттерін өңдейтін, view мен modelді байланыстырып белгілі бір жауабын қайтарады. Ендеше MVC паттернмен қалай бағдарламаны жасауға болатынын көрсетейін. Ол үшін біз алдындағы жасап кеткен файлдарымыздың барлығын өшіріп тастайық. Тек қана index.php файлымызды ғана қалдырайық. Әзірге бұл HTML код бізге керек емес. Осы index.php файлымыздың ішіне негізгі логикамызды жасайық. Ал қалғандары манағыдай паттернде болу үшін біздер үш папканы жасаймыз. Оның бірі controller, екіншісі view, үшіншісі model. Бұларды көпше түрде жазайық. Себебі бірнеше болады ішінде қазір. Әуелі логиканы жазбастан бұрын сіздерге файлды PHP-дің ішінде қалай қосу керектігін көрсетейін. Ол үшін бізде include деген арнайы команда бар. Осы index.php файлы тұрған каталогты dir константымен жазуға болады. Содан соң жалғаймын /controller деген папка. Оның ішіндегі index_controller.php дейік. Мынаны сақтадым. Ал енді контроллердің ішіне мен файл жасаймын. index.controller.php деп. Осының ішіне біздер сәлем әлем деп жазайық, жұмыс жасап тұрған көру үшін. Сәлем әлем. Сақтадым. Парақшаны тексерем, жаңартам. Міне сәлем әлем деп шығып тұр. Біздің браузерімізде index.php файлын шақырып тұрған болса да, index_controller.php файлы орындалып тұр. Мына жерде масштабы өзгеріп кеткен екен, түзетіп жіберейік. Ендеше логикамызды жасайық. Біздер кішігірім бағдарлаушыны жасайық. Ағылшынша routing дейді. Ол үшін біздер isSet функциясын жазамыз. Бұл функция ондай айнымалы бар жоғын тексеретін нәрсе. Жоқ болса false қайтарады, бар болса true қайтарады. Осы жерге controller деп жазайық. Егер controller бар болатын болса, онда осы келген ақпаратты қоя береміз. Controller. Жоқ болса, онда жай ғана индекс дейік. Мынаны кішірейтіп қойайын, көп ақпарат сыю үшін. Мына жерде class name'нің емес, controller name деп жазымыз керек еді. Ал екіншісіне action name. Ол да дәл осы контроллер тапқандағыдай іздейді. Тек мына жерге action деп жазамыз. Содан соң controller path, яғни қай жерде орналасқаны. Мына төмендегіні көшіріп алайық. Осы жерге қойып қояйық. Тек атын ғана біздер басқаша қабылдайтын боламыз. Controller name. Және де біздер controllerді get арқылы қабылдайтын болған соң, браузерде әдемі көріну үшін біздер оны кішкентай әріптермен жазамыз. Ал файлдарды кластың атымен бірдей жазуымыз керек. Мына жердегідей міне index controller деп. Сол үшін get'тен келген мәтінді бірінші әрпін UC first арқылы үлкейтсек болады. Мынаны ішіне апарып салайын. Астына біздер онда файл бар жоғын тексеруіміз керек. Ол үшін біз file exist деп жазамыз. Controller path. Бар болса біздің логикамыз орындалады. Болмаса, ондай парақша табылмады дегенді жазу үшін header қайтарамыз. HTTP протоколдың нөмірі 404 not found. Содан соң 404 парақша табылмады дейік. Ал бар болатын болса, манаға include'ымызды жазамыз. Controller path. Содан соң controller new, controller name бойынша біздер объект жасаймыз. Содан соң осы controller арқылы біздер action name шақырамыз. Енді логикасы қалай болып тұрған сіздерге қысқаша түсіндіріп кетейін. Міне бірінші біздер controller name'ді анықтап жатырмыз. isSet деген егерде бар болса, controller get параметрінің ішінде, онда осы controllerді аламыз да, мына controller name'ге апарып саламыз. Егер жоқ болса, онда index деген жазуды аламыз. Action name'ге де дәл солай. Action деген get параметр болатын болса, онда сол action деген get параметрді алып, action name'ға қоя саламыз. Болмаса, онда index деген мәтінді аламыз.
controller path айнымалысына контроллер орналасқан толық жолды көрсетеміз. Дер деп мана айтып кеткендей, осы каталогта тұрған нәрсені айтамыз, файлдар орнын айтамыз, содан соң controllers деген мұқабасын айтамыз. Бірінші әріпін үлкен әріпке айналдыру арқылы controller name айнымалысын аламыз, оны апарып, соңына controller.php жалғаймыз. Осылайша бізде controller қай жерде орналасқанын көрсетеміз. Егер де сол құжат болатын болса, онда біздер сол құжатты аламыз include арқылы. Жалпы include деп отқан команда сол қосып атқан құжаттың ішіндегі барлық кодтар осы жерде тұрған сияқты болады. Соның арқасында біздер соның ішіндегі кластың атауы мен методын шақыра аламыз. Егер де бізде бұл контроллер жоқ болатын болса, онда біздер 404 қатесін шығарамыз, парақша табылмады деген. Және де біздер мына жерде тағы да тексеріп кетуіміз керек, себебі action name методы болмауы мүмкін сол класста. Мысалы, қолданушы басқа нәрсені жібереді. Біздер тек бар нәрсені орындау үшін method exists деген метод бар. Контроллер объектімізді саламыз. Содан соң қандай метод шақырғымыз келіп жатқанын жазамыз. Осы метод болса ғана сол объекттің ішінде, яғни бізде контроллер, сол кезде ғана орындаймыз оны. Жалпы мыналар сиқыр сияқты болып көрініп тұрған нәрселер қалай жұмыс істейді, оларды да айтайын. Олар мына айнымалыда келген ақпаратты, яғни мәтінді, мысалға былай сияқты болып көрінеді, ол new index осылай шақырған сияқты. Яғни айнымалы аты сияқты болып қойылады. Дәл солай сияқты action name'да да осылайша жұмыс істейді. Біздер мына жерде controller name'ге controller деген сөзді жалғауды ұмытып кетіппіз. Мынаны көшіріп ала салайық. Мына жерде мынаның қажеті жоқ, онда қайталап істеудің. Ендеше дұрыс болды бәрі. Мына index контроллерге барамыз. Класс index controller dict. Ішіне метод салайық. Public index function деген сөзді ұмытып кетіппін. Осы жерге енді міне бұл парақшаның басты беті дейік. Жоқ, сайттың дейік. Басты беті дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Бұл сайттың басты беті міне. Адресте ештеңе жазып тұрған жоқ, бірақ сонда да бізде index контроллердің index action'ы орындалып тұр, методы яғни. Егер де біздер controller get методын сұрақ белгісімен жазады. Жоқ, контроллерді жазатын болсам, enter бастым. 404 парақша табылмады дейді. Енді осы жазғанымыз бойынша біздер екі тағы да көмекші функцияларды жасайық. Ол функцияны жоғары жағына жазамыз. Function view name data. Data айнымалысында келген жиым есебіндегі ақпараттарды айнымалыларға айналдыру үшін extract деген функция бар. Data. Содан соң include dir views view name дейік. php. Ал екінші методқа function model name дейік. Сол модельді шақыратын болсын. Онда файлын біздер әуелі шығарып алуымыз керек. Views'тың орнына models дейін. Және де model name. Model тең болады new объектісін құраймыз. Model name класс есебінде шақырамыз. Осы модельді қайтарамыз. Осы екі функцияны кез келген жерде шақыра аламыз. Біздер оны контроллердің action'ның ішінде шақырамыз. Ендеше біздер модель жасайық. New file дейік. User model дейік. .php класс user model. Ішіне метод жасайық. Public get user name. Function тағдамды көтіппін. Ішіне return Жақсыбаев деп өз атын жазайын, сіздер өздерің атыңызды жазыңыздар. Мынаны сақтап қойдым. Содан соң index контроллердің ішінде біздер әуелі view деп жазайық. Index дейік, name дейік. Манаға методымыз шақырамыз. User get user name. Сақтап қойдым. Біздер модельдің жазған жерді кластың атын толық жазу үшін model name'ге model деген сөзді қосуды ұмытып кетіппіз. Мына жерде нүкте тең болады деген, ол бірден model name'ге model деген сөзді қосып, осы айнымалыға теңе деген сөз. Бұны да сақтап қойдым. Енді views'ке index.php файлымызды ашуымыз керек. Body'дің ішіне қош келдің. PHP-дің арнайы тегін салсамыз болады. Бұл echo-мен тең name дейік. Бұл name'ді біздер index контроллердегі action'да мына name арқылы жіберіп жатырмыз.
Ал бұл жиымды array, оны view'дің ішіндегі функцияда біздер міне айнымалға айналдырып жатырмыз extract. Соның арқасында жиымның ішінде тұрған нәрсе ол айнымал болып саналады. Осылайша біздер PHP-дің арнайы синтаксисін қолдану арқылы міне әдемі қылып осы жерге жаза қойдық. Яғни мына тең болады деп отқанымыз ол былай сияқты, PHP echo деп жазған сияқты, тек соның қысқаша түрі әдемі осылай жазылады. Сақтадым. Енді жұмыс жасап тұрма, тексеріп көрейік. Парақшаны жаңартам. Жоқ, адрестен алып тастайға өлі мынаны. Enter бастым. 500 қатесі шығып тұр. Біздер бір жерде қате жібердік. Естеріңде болса, алдыңғы сабақта мен қателерді қалай көрсету алатынын түсіндіріп кеттім. Inset display errors. Сақтадым. Парақшаны жаңартайық. Index controller PHP файлында 9-шы жолда қате болып тұр дейді. Мен нүкте өтірді салуды ұмытып кетіппін. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Қош келдің, Жақсыбай Шымболат деп не істеп тұр. Енді астына сілтеме салайын, жаңалықтар деген. Мынаны абзацтыққа салып қояйық. News. Жаңалықтар дейік. Сақтадым. Енді осындай контроллерді жасайық. Көшіріп. Тек атын news деп қояйық. Мынжегі list дейік. Modelге news, get news дейік. Сақтадым. Содан соң model жасайық дәл сондай. Тек атын news деп қояйық. Енді осы жерде жаңалықтардың тізімін жасайық. Әрине, бұл жаңалықтар сізде дерек қордан келу керек. Оны келесі сабақта көрсетем. Тамаша жаңалық дей салайық. Description. Осы жаңалық қызыққа толы деп салайық. Дәл сондай тағы да 3 жаңалықты сала қояйық. Содан соң news контроллердің ішінде біздер индекстің орнына news деп жазамыз. Мына жерге міне файлды news деп қояйық. Содан соң h1 тегімен жаңалықтар деп жазайық. PHP кодымызды салу арқылы for each циклда біздер list as item дейік. Қос нүкте салам. Бұл яғни арнайы осындай шаблондарға арналған қолдануға. Тек for each'тің аяқталған жерін көрсету үшін фигуралық жақшаны жаппайсыздар, оның орнына end for each дейсіздер. Ішіне h3 дейік, жаңалықтың тақырыбын жазамыз. Манағыдай echo таңбасын салып кетейік. Item, title, ал екінші ақпаратпен абзац дейік та, оны description дейік. Сақтадым. Ендеше тексеріп көрейік. Парақшаны жаңартам. Жаңалықтар деген бізде сілтеме пайда болды. Басам. Бізде жаңалықтар шығып тұр міне. Бұл жаңалықтар міне манағыдай үстіндегі браузердің жолында жазылып тұр. Controller news деп шақырып тұр. Біздер сол бойынша міне осы view-ді шақыра қойдық. Дәл осы контроллермен басқа action'ды жасайық. Яғни біздер мына жаңалықтың ішіндегі толық мәтінді оқитын болайық. Тағы да бір action жасайын ол үшін. Public function full view дейік. Яғни толық қарайтын. Index news дейік. Оны get қабылдайық. News дей салайық. Манағыдай бар жоқтығын тексерейік. Бар болатын болса ғана қабылдаймыз бұны. Содан соң view'ді шақыра қояйық. News full дей салайын. Data дейік. Model news get one news дейік. Index news'ті бере салам. Сақтадым. Енді осы get one news'тің логикасын жасайық. Ол үшін news модельге барам. Public function get one news index if is set дейік. Егерде бұл get news'тің индексі жоқ болатын болса, мысалға біздер ол тізімді алып алайық. News list дейік. This get news. Сосын is set'тен ішінен тексереміз біздер. Index бар болатын болса, соны қайтара қоямыз. News list index. Болмаса, онда null қайтарамыз.
Егер де біздер 0 қайтаратын болсақ, онда біздер 404 көрсетуіміз керек, себебі ол жаңалық жоқ. If news болса ғана шақырамыз view'ді. Мына жерге қойын, барып керісінше. төрт орындалмау үшін барлығына бірдей мына жерде біздер exit жазуға ұмытып кетіппіз. Одан кейінгі ешқандай логика орындалмау керек. А егер де бұны шақырмайтын болса, онда 404 болатындай қылып жасап қойсақ болады. Else дегенді алып тастадым міне. Ендеше біздер view шақырмаған жағдайда 404 қайтарылып тұрады. Сақтадым. Енді шаблонымызды кішкене өзгертейік. Мына жерге біздер A салайық. Ref controller news және action full view және news тең болады деймізді. Осы жерге PHP тегін саламыз. Index item дейік. Ал мына жерге index item дейміз. Кілтін алу үшін. Массивті алдыңғы сабақтарда түсіндіріп кеттім. Содан соң жабауынды тегті сыңарын салайық. Сақтадым. Енді біздер news full деген файлымызды жасауымыз керек. Full. Осының ішіне енді манаға dataмен келген ақпаратты жазамыз. Title. Description. Оның орнына контентті жазайық. Мынаны алып тастайын. Сол контентті біздер апарып қосайық. News моделдің ішіне. Контент. Жарайсың. Осы жаңалықты ашып оқып жатқаныңа ризамын дейік. Көшіріп ала салайын, қайта жазып отпас үшін. Сақтадым. Енді жұмыс жасайтын тексеріп көрейік. Парақшаны жаңартам. Міне сілтемелер пайда болды. Мысалы, бірінші жаңалықты басам мен, бізде қате шығып тұр. 10-шы жолда дейді, мен бір нәрсені дұрыс істемедім. Яғни алып тастамаған шығармын. Айтымның орнына мен дата деп жазуым керек еді. Парақшаны жаңартам. Жарайсың. Осы жаңалық ашып оқып жатқаныңа ризамын дейді. Ендеше басты бетке қайтатын сілтемелерді салып кетейік. Ол үшін news'тың ішіне бірінші салайық. Мына циклдың сыртына A, ref, басты бетке оралу. Сақтадым, көшіріп алдым. Дәл соны news fullға да салайын. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне басты бетке оралу деп тұр. Басам. Қош келдің, Жақсыбаев Шымбат деп менің атым жазып тұр. Содан соң жаңалықтарға кірем. Міне 3 жаңалық шығып тұр. Мен қайттан басты бетке орала салам, жаңалықтарға бара салам. Екінші жаңалықты оқығым келе ме? Міне екінші жаңалық ашылады. Осылайша қалаған сайтымызды үлкейте берсек болады. Әрине бұл MVC паттерннің ең қарапайым жасалған түрі. Оның тағы да қолданатын көптеген нәрселері бар. Оның бәрін бұл сабаққа сыйғызып түсіндіру мүмкін емес. Дегенмен сіздер осы сабақ арқылы толық түсінік ала аласыздар. Келесі сабақ одан да қызық болады. Өйткені біздер дерекқормен жұмыс істеп үйренеміз. Сондықтан да сол сабақты жіберіп алмас үшін каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.